Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте ерекше, әрі дәмді, әрі әдемі алма тосабын дайындайтын боламыз. Бұл тосаптың ерекшелігі тек қана тосап ретінде ғана емес, сонымен қатар тәтті бәліш пісірген кезде дайын салма ретінде пайдалансаңыз да болады. Тосапқа қажетті ингредиенттер: алма, лимон, су, қант. Ингредиенттердің керекті мөлшерін төменгі описанияда жазып қалдырып кететін боламын. Ең алдымен алмамызды тазалап, кішкене осындай бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң дайын болған алмаларымызды тосап қайнататын кастрөлімізге салып, үстіне лимон шырынын қосамыз. Одан соң дайындап алған суымызды қосамыз және қантымызды қосып, кішкене араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, отқа қойып, отта 20 минуттай қайнатып алатын боламыз. Одан соң суытып, мен келесі күні тағы да 10-15 минут қайнатып алдым. Мінекей осындай тосап дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді. Осы күйінде пайдалансаңыздар да болады, немесе блендердің көмегімен айналдырып алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.